Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай тюрбан тігетін боламыз. Бұл тюрбанның жаңа түрі. Менімен бірге болып, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен маталарымыз дайындап аламыз. Мен подкладымен тігемін, астар матамен. 24-те 42 см қырқып алдым. Екеуін бірдей қылып, келесі 42-де 14 см. Бұл бір қабат болады. Келесі матамыз 20-да 18 см болады. Бұл екеуі болады осындай. Екі бөліктен тұрады астармен. Үшінші матамыз ұзындығы 1,5 метр. Міне осындай ұзындығы 1,5 метр, 16 см ені болады. Міне алдын ала кесіп алдық, барлығын дайындап. Енді тігуге кірісеміз. Ол үшін ең бірінші көрсеткен матамызды алып, бір-біріне беттестіріп, екі қайырып осылай жанын доғал қып кесеміз. Доғал болу үшін осы сантиметрді қолдансаңыздар болады. 24 сантиметрді белгілеп. Немесе көзбен жобалап кессеңіздер де болады. Бұл қатты маңызды емес. Осылай кесіп аламыз. Міне осылай кесіп алдық. Енді ашып, осылай қойып, екінші көрсеткен матамызды алып, 42-де 14 сантиметрлік матамызды алып, сыртқа қарай үстіп қайырып аламыз. Ашық жағынан үстіп қойып, астар матамызды үстіне қоямыз бірдей қылып. Инемізбен белгілеп аламыз тігетін жерімізді. Осы жерін тігіп шығамыз. Міне осындай болып шығу керек. Біздің основной частіміз дайын болды. Міне осындай болады. Үтік басып жіберіңіздер. Келесі матамыз 20-да 18-дік матамыз. Бір-біріне үстіп қойып аламыз. Бұны доғал қылып шетінен қырқып шығамыз. Міне осындай болу керек. Енді бір-біріне беттестіріп, бір шетінен тігіп шығамыз. Көрсетілген жерден тігіп шығамыз. Енді оң жағын ашып, резинка өткізетін жерін тігеміз. Ол үшін осылай оңғаратып аламыз. 1 сантиметрден бұлай түзу сызықпен жүргізіп шығамыз. Міне осындай болып шығады. Енді резинкамызды дайындап аламыз. 10 сантиметр болады резинкамыз. Осыны өткіземіз. Екі шетінен фиксировать етеміз. Бірінші бір шетін осылай тігіп аламыз. Екінші шетіне өткізіп, екінші шетінде жақсылап өткізіп аламыз. 3-4 рет өткіземіз. Міне осындай болып шығу керек. Біздің орамалымыздың артқы жағы бұл. Осындай шығады. Енді гүлін дайындаймыз. Ол үшін 1,5 метрлік матамызды терісінен тігіп шығамыз. Екі шетін ашық қалдырамыз. Ұзындығы бойынша тігіп шығамыз. Енді оңғаратып аламыз. Тігісін ортасына келтіріп, осылай ортасынан жүргізіп шығамыз. Осылай қайырып жүргізіп отырамыз. Бізде осындай болып шығу керек. Екі шетімен осылай қайыра салдым. Сіздер ішке қарай қайырсаңыздар да болады. Сол кезде әдемі көрінеді. Міне матамыздың центрін тауып аламыз да, осын айналдыра тігіп шығамыз ине жіптің көмегімен. Мен бұл жерде бір қателік істеппін. Тігісті астарлы матаның астына кіргізіп жіберу керек еді. Сол кезде әдемі көрінетін еді. Сіздер соны тіккен кезде ескерсеңіздер болар еді. Қараңыздар, менде мына жерде тігістері көрініп қалды астынан. Астар матаның астына кіргізіп жіберсеңіздер тігістері көрінбес еді. Егер заказға тігетін болсаңыздар, соны ескерсеңіздер. Енді бір-біріне жалғап шығамыз осылай.
алдыңғы бөлігі мен артқы бөлігін бір-біріне жалғаймыз. Иім өтпей қалды мына жерде. Қазір осылай жалғап, қайырып бірдей қылып жалғаймыз арт жағын. Міне осындай болып шығу керек тіккен кезде. Міне арты мынандай болады, алды мынандай болады. Біздің тюрбанымыз дайын. Міндетті жасап көріңіздер, баста өте әдемі тұрады. Заказға тіксеңіздер, қазіргі сезонның хиті болып жатқан тюрбандардың бірі. Келесі кездескенше, сіздермен болған Маржан.